біздің жерімізге енді бірінші бағыт келгенменен ол уақыттағы мысалы өздерінің бір халифаттары болды. Исламда үш үлкен халифат болды. Аббасидтер, омаяндар және фатимидтер деген сияқты. Барлығы бір уақыттарда параллельно оңтүстік шығыс алдыңғы Азия, ортаңғы Азия жерлерінде осы үш халифаттың билікке деген таласының салдарынан түрлі ислам дініндегі ағымдар пайда болып, күшейіп, өзінің көршілеріне ықпалын жасай бастады. Бірінші бағыт келген кезде, яғни Қазақстан жеріне 709-711 жылдары ислам келе бастады дейді. Ол Амудария арқылы өтіп біздің жерге. Бірақ жергілікті түркі тілдес халықтар, оның ішінде түркештер, қарлұқтар исламға ондай көп мойынсұна қоймаған. Қайта-қайта қақтығыстардан 751 жылы барлығымыздың білетін Атлық шайқасы. Ол Атлық шайқасында екі үлкен әлемдік империя кездеседі. Біріншісі ол Таң империясы Қытайдың, екіншісі бұл ислам әлемі. Сол қазіргі Тараз қаласынан 40 шақырым жерде екі үлкен мәдениет кездесіп, сол жерде 5 күнге созылған шайқас болады. 5-ші күні қытайлықтардың жалдап келген түркештер менен қарлұқтар бөлініп кетіп, арабтар жағына шығып, сөйтіп Қытайды тасталқан етіп жеңеді. Одан кейін Қазақстан жеріне, соның ішінде Жетісу жеріне қытайлықтар Абылай ханның уақытында ғана бір рет аяқ басқан екен. Одан кейін қытайлықтар біздің жерге ондай қауіп төндірмеген. Бұл шайқастың барысында ислам әлемі орныға бастайды бұл жерлерде. Бірақ та жергілікті халықтың дүние танымына, ішкі құбылысына көп көңіл бөлінбейді. Себебі түсінбейтін тілде Құранның аяттары, сүрелері оқылған кезде жергілікті халықтар оны түсінбеген. Не мағынада айтылып жатыр, бұның тікелей мағынасы не білдіреді деп. Сонымен 9-10 ғасырларда пайғамбарымыз әлейхиссаламның аманатын алған, Арыстан бабтан алған Қожа Ахмет Яссауи тарихи аренаға шығып, хикметті бастап жаза бастайды. Яғни хикмет деп отырғанымыз жергілікті түркі тілдес халықтарға Құран сүрелерін, аяттарын сол тілге аударып түсініктеме береді. Яғни домбыраменен немесе қара өлеңменен манағы Муслимнің, Бұхаридің келген хадистерді алып, халыққа аударып, сөйтіп жергілікті халықтың жүрегіне исламның негізгі діңгегін отырғыза бастайды.